Бүгін біз корейский ұлттық салаты морковча дайындаймыз. Оған бізге 500-600 грамм осы 2 морковтан шығады. Осы морковты аламыз. Енді соған 3-4 зубчик чеснок мелкий кубикпен турайсыздар. Мынаны табаға қыздырып құясыздар. Табаға қыздырасыздар, сосын корейский құясыздар. 60 мл. 1,5 столовая ложка қант и половина чайная ложка соль. 6% уксустан 6%, 2 столовая ложка құясыздар. 1 чайная ложка черный перец, красный перецтен пышақтың ұшындай ғана саласыздар и 1 қасық чайная ложка кориандр саласыздар. Түйістаймыз осы. Қантымыз бен тұзымызды саламыз. Тұз бұрышымызды саламыз. Қызыл бұрыш саламыз. И кориандр 1 қасық. Чесногымызды саламыз. 6%-дан 2 столовая ложка уксус қосамыз. 60 мл сұйық майды табаға қыздырып, қатты қыздырамыз да, осыдан үстіне құямыз. 60 мл майымызды қыздырдық, соны енді салаттың үстіне құямыз. Осыны енді араластырамыз, салатымыз дайын. 1-2 сағатқа холодильникке қойсаңыз, суытып жеген тіпті дәмдірек болады. Салатымыз дайын болды, астарыңыз дәмді болсын. Менің парақшама өтіп, мені қолдап жеріңіздер. Алдын ала рахмет сіздерге.